Бірақ атасы момын адам, Гүлжанға қарсы келе бермейтін, құлағының тыныштығын ойлап, тамағын ішіп бөлмесіне барып жатып қалатын. Ол келініне қорған бола алмайды. Сөйтіп жүргенде Жазира аяғы тағы да ауырлап қалғанын білді. Бұл жолы ұл ту, деді енесі, ашып айтты. Арада 9 ай 9 күн өткенде Жазира толғатып дүниеге тағы да қыз әкелді. Әбден жүрегі шайлығып қалған келіншек қыз туғанын білгенде перзентхана төсегінде жатып көл-көсір болып жылады. Жатырының жарып шыққан перзентін қанша жақсы көріп тұрса да, алдағы күндерін ойлап қатты қамықты. Перзентханадан бұны шығарып алуға ешкім келген жоқ. Жазира екінші қызын құшақтап үйіне жалғыз жетті. Қаралы үй секілді. Келіншекті шақалағымен бірге қуанып қарсы алған тірі жан болмады. Тек кішкентай қызы ғана сәби жүрегімен анасын сағынғанын байқатты. Жазира екі қызын құшақтап бөлмесіне кірді. Неде болса енесімен ашық сөйлесуге бекінді. Не осында қалады, не қыздарын алып бір жола кетеді. Бұлай жалғаса берсе құрдымға құлайтынын ұқты. Келесі күні таңғы шай үстінде Жазира бойындағы бар батылдығын жинап бірінші болып сөз бастады. Мен қыздарымды алып, анамның сіңлісіне барып қайтсам деймін, деді даусы тірілдеп. Жас босанып отырып, не бар? Сен солар керек қылады деймісің? Не құдағи деп таққан бір зал алтындары жоқ. Сен сорлы ешкімге керек емессің. Елдің құдағилары бір-біріне алтын салып жатады. Бізге бұндай бақыт бұйырмаған екен, ешқайда бармайсың, тыныш отыр, деп арп етті енесі. Мәселе қайда жатыр, деп ойлады Жазира. Мен кейін жұмыс істеп сізге алтынды өзім әперемін, деді келіні. Басқа айтарға сөзі жоқ. Анасы не әкесі тірі болса, сол қу темірді енесіне тағар еді-ау. Сөз сүйектен өтеді. Енесіне көңіл құлпын бекер ашыпты. Келін боп түскен күннен ақ Жазираны жек көрген екен, қабылдамаған екен. Жүрегінің ішіне кіргізбеген екен. Жазира бұл ақиқатты кеш ұқты. Келесі күні енесімен қайынсіңлісі туысқандарына қонаққа бармақ болып жиналды. Үйде 4 баламен Жазира жалғыз қалмақ. Мен де барайыншы, деп қиылды келіншек. Саған не бар? Балалардың тамағын беріп үйде отыр, деді енесі қатуланып. Менің де барғым келеді, деді Жазира. Қырқынан шыққанша үйден атып шықпайсың, деп суық әңгімеге нүкте қойды енесі. Жазира жылап отыр. Кеше енесімен ашық сөйлескісі келген, бірақ батылы толық жетпеді. Үйде ешкім жоқтығын пайдаланып, екі қызын алып үйден қашып шықпақшы болды. Бұл азапқа төзіп жүргенше далада қаңғып қайыр сұрағаны жақсы. Қайынсіңлісінің кінәсіз екі баласын аяды. Жалғыз тастап кетсе, бұлардың халі не болмақ? Сөйтіп ойланып отырғанда Асқат жұмысынан келді. Бүгін ерте келіпті. Есік ашылғанын естігенде Жазираның жүрегі дір етті. Бетін жуған жасын сүртіп жіберіп, борынан ұшып тұрып ас үйге жүгірді. Тамағы уақытында дайын болмаса, күйеуі бұны жүндей тұтып жейді. Асқат ұял телефонына қарап отырып шайын ішті. Үнсіз, ерлі-зайыптылар арасындағы махаббат сезім деген атымен жоқ. Асқат, қыздарға жаңа киім керек. Үлкен қыздың үстіндегі киім тозып кетті, деді Жазира. Маған не қыл дейсің, деп бақшайды Асқат. Анамнан сұра. Бүкіл ақша сол кісінің қолында екенін білесің ғой. Мені ондай ұсақ тірліктерге араластырма. Асқат, бірақ мына екі қыздың әкесі сен емессің бе? Жасың 40-қа келгенше анаңның етегінің астында жүресің бе? деп ашынды Жазира. Бұл ащы сөзінің қайтарымы таяқ. Асқат әйелін жерге ұрып жықты да, сұржылан, енді аузыңды ашсаң, тіліңді жұлып аламын. Өлсең өліп қал. Мен шешемнен бір елі ажырамаймын, ұқтың ба? Қатын жолда, бала белде. Менің анама қарсы сөйлейтін болсаң, жағыңды айырып тастаймын, деп аяғымен әйелінің бүйрегінен теуіп қалды. Жазира таяқ жеген сайын ызаланып, күйеуі мен енесіне деген өшпенділігі ушыға түсті. Жазира бұл үйде өзін келін емес күң ретінде сезінеді. Жазираның дәрежесі босағада жатқан еден жуатын шүберектен төмен. Келіншек, егер қазір кетіп қалсам қайда барамын? Екі қызыма обал, енем дұрыс айтады. Мен ешкімге керек емеспін. Шыдап бағайын, деп ойлады. Ай артынан ай, жыл артынан жыл сырғады. Жазира тағы да жүкті болып дүниеге 3-ші сәбиін әкелді. Ол да қыз болып шықты. 3 қызды жеткізу келіншекке оңай болған жоқ. Жоқшылықтан азып-тозып жып кетті. Оның үстіне енесінің шымшылаған сөздері Жазираның жүйкесін жұқарта берді. Сонда да әлі ешкімге тегеурінді қарсылық таныта алмайды. Бұрынғы Жазира қаншалықты қорқақ, әлсіз, жасқаншақ болса, қазіргі Жазира одан бетер. Енесімен күйеуі мүжген сайын отқа салса жанбайтын, суға салса батпайтын жаны сірі әйел болып қалыптасты. Бір күні енесі тым қатты кетті. Жазира енесі кенже қызын жерге су төгіп алған үшін ұрып жатқанның үстінен түсті. 3 шайтан, 3 албасы, деп айғайлап қолындағы оқтаумен немерелерін сабап жатыр екен. Жазира шыр-пыр боп перзенттерін қорғады.
Шыны бір күнде сынбайды. Осыған дейін көрген қорлығы азай, енді қыздарының таяқ жей бастағанын келіншек көтере алмады. Бір минутта артына бұрылып қарамастан тістеніп жүріп азнаулақ киімін жинады. Аузынан ана сүті кеппеген 3 балапанын сыртқа шығарып, бұл үйден бір жола кетуге ыңғайланды. Кет, 3 албасыңмен ешкімге сыймай қайта келерсің. Айтпады деме, қайда барсаң да өзіңді қыздармен қосып зорлап тастайды. Сол кезде аяғыма келіп жығыларсың деп енесі аузына келген айтып жатты. Жазира бұл үйді енді желкемнің шұңқыр көрсін деп айғайлады. Осыған дейін енесіне қарсы келіп көрмеген келіншек сыртқа шыққанда батылданып кетті ме, әйтеуір осы сөздерді қадап-қадап нығайтты. Сөйтті де кенже қызын көтеріп, екі үлкен қызын жетектеп бас ауған жаққа кете барды. Алдыңғы өмірі бұлыңғыр, қайда барарын білмейді. Жазира осы күннің келерін білгендей азнаулық ақша жинап қойған еді. Кейде енесі қолына ақша беріп дүкенге жұмсайды. Артық қалған тиындарды жиыстырып, жасырып жинай берген. Сол ақшасына бір айға деп қаланың сырт жағынан ескі баспананы жалға алды. Ескі баспананы мұнтаза етіп тазартып жөнге келтірді. Бірнеше жылдан бері алғаш рет кең тыныстады. Еркіндік, азаттықтың тәтті дәмін сезді. Бастысы қыздары жанында. 3 қызын кезек-кезек құшақтап, еміреніп иіскеді. Ештеңеден қорықпаңдар, қыздарым, аналарың жандарыңда, деп жымиды. Анасының жадыраған жүзін көптен бері көрмеген қыздар қуанып мәз болды. Сөйтіп отырғанда телефоны шыр етті. Жазираның жүрегі дір етті. Асхат еді. Сен албасты, жаныңның барында үйге қайт, сен менің анама не дегенсің? Жақсылап жауап бересің деп ақырды күйеуі. Мен сенімен ажырасамын, ұқтың ба? Мені де, қыздарыңды да көрмейсің деп айғайлады Жазира. Сөйтті де телефонды лақтырып жіберіп, ескі жастықпен бетін басып өксіп жылады. Асхат тағы да хабарласты. Бұл жолы көтермеді, хабарлама жазып жіберіпті. Жердің түбіне түсіп кетсең де тауып алып өлтіремін сені. Сенің ендігі өмірің тозаққа айналады деген сөздерді әрең оқыды. Телефонды мүлдем сөндіріп тастады. Қаншама жыл бойы көгала қойдай боп таяқ жегені жетер. Бұдан былай кеудесін ешкімге бастырмайды. Бұдан былай тәуелсіз, ешкімнің олы сөзін көтеріп жүрмейді. Қыздарына қорған болады. Жыртық үйдің құдайы бар. Жазира тек бір Алладан үміт күтті. Асхаттың бұған жазған хабарламаларын, айтқан сөздерін бәрін жіптей тізіп полицияға бір-ақ тапсырды. Қорықпаңыз, күйеуіңіз сізге қолының ұшын да тигізе алмайды, деді полиция. Полиция Асхаттың шағын қағып алған тәрізді. Содан бері Жазираның құлағы тынышталды. Бірақ қашан келіп қалар екен деген қорқыныштан арыла қойған жоқ. Түн баласы дөңбекшіп ұйқы көрмейді, оңай болмады. Жазира балапандай үрпиген қорғансыз 3 қызын тастап қайда барып жұмыс тұрарын білмейді. Үшеуін ертіп жүріп бірнеше есіктің табалдырығын тоздырды. Бәрінен алған бір жауап: бізде орын жоқ, дейді. 3 баласын жалғыз сүйрелеген әйел кімге керек? Соңында еден жуушы болып бір кафеге орналасуға келген. Бейтаныс кексе әйел: сен бұлай балаларыңды ертіп жүрсең, ешқашан жұмысқа тұра алмайсың. Тастайтын адам болмаса, сырттарынан кілтеп қамап кет. Кезінде біз балаларымыздың аяғын төсекке жіппен байлап кетіп жан бағатынбыз, деді. Әйелдің айтқаны айдай келді. Жазира тағы да жұмысқа тұра алмай, үйге құр сүлдерін сүйретіп қайтып келді.